Сұрақ болады бізде қазір present simple'дан. Ең бірінші, Санди, сізге сұрақ. To be мен present simple'дың айырмашылығы қандай? Так, to be, мысалға, біз to be'ді қолданамыз, когда кого-то описываем. Ал present simple, ол күнделікті болып жатқан заттарды ғана айтады. Окей. Дальше, Сарвинос. Adverbs of frequency дегеніміз не? Adverbs of frequency дегеніміз не? Кеше сабақты өттік. Кімге сұрақ қойып жатыр? Сарвинос. Дауысыз естімей, Сарвинос. Adverb папай. Жарайды. Так, Сарвинос, Амина. Adverbs of frequency дегеніміз ол жиілікті сипаттайды. Мысалға, насколько часто это происходит. Мысалға, always, әрқашан, usually, әрдайым деген сияқтылар ғой. Sometimes, usually, often, never, seldom. Hardly ever. Hardly ever. Сосын сізге сұрақ. Adverbтің аудармасы қандай? Наречие. Все. Дальше, Айым. Соңғы сабақты қарадыңыз ба? Осы кешегі сабақты. Или әлі басында? Қайсы past simple ма? Иә. Кеше past simple ес бізде? Иә. Все, да. Так. Regular verbs кезде, давайте, ладно. Irregular мен regular verbs'ның айырмашылығы қандай? Regular мен irregular verbs'ның айырмашылығы қалай? Айым? Жауап бар ма сізде? Жоқ. Ладно. Мынандай сұрақ. Біз не үшін irregular verbs'тің список дейді ғой, листін білуіміз керек? Не үшін жаттау керек? Деп ойлайсыз? Или керек емес ол? Жаттау. Керек қой. Иә, керек. Не үшін? Стрёмный сұрақтар, но керек сұрақтар, короче. Не үшін? Окей. Past simple деп отырғанымыз, мысалы, жаңа 3 verb көрдіңіз, е? Мына жерде 3 verb көрдіңіз. Қазір көрсетейін сізге. Мынандай 3 verb көрдіңіз. Past simple деп отырғанымыз бізде қайсысы осыны? Мысалы, қараңыз. Так, мысалға айтсақ, rose деп отырғанымыз біз, rise, rose, reason, е? Қайсысы бізде осының past simple формасы? Өткен шақ. Rose. Окей. Ал енді бізге осыны не үшін білу керек? Значит, бізге осыны не үшін білу керек? Өткен шақтағы іс-әрекеттерді айту үшін. Біреуге кеше мен өйстім деген сияқты айту үшін. Көрет? Окей, айым сізге плюс. Дальше, Томи. Сізге сұрақ. Ought to деген не?
to modal verbs. иә. Так, окей. Оның өткен шағы қандай? Блин. Мысалға, мейдікі қандай? Must. May. M-A-Y. May I деген, may. Сіз білесіз, тоже M-нен басталады. Might па? Иә, might. Кәндікі? Could. Окей. Шолдікі? Should. Ал оттудікі қандай? Білесіз? Easy. Мысалы, қараңыз. Put дегеннің өткен шағы put. Must'тікі must. Ал оттудікі не? Мысалы, қараңыз. Солай болып қала ма? Иә. Окей. Түсінсіз ғой, Томи? Отчу. Окей. Плюс. Дальше, Айжан, сізге сұрақ. Шолды, естірсіз ба, Айжан? Иә. Шолды қандай сабжекттармен қолданамыз? We. Окей. Плюс. Дальше. Санди, сізге сұрақ. Так, все окей. Дальше бізде келесі поток кетеді про, так, present simple, past simple, used to. Used to не үшін қолданамыз? Used to қолданады, когда біз мысалға қазір. Қазір 1 минут апай, 1 минут. Мысалға, мен қазір сурет салам. Ой, жоқ, мен бұрында сурет салдым, бірақ қазір уже салмайым деген сияқты. Иә. Ой, сондай мағынада. Окей, енді соны аударыңызшы. Так. In the past, I used to drawing. Now I қазір. Ой. Нормально, окей. Қиналып кеттім ғой қазір. Әрқайсыңыз бір сөйлемден дайындап отырыңыздар. Асандидан кейінгі. Апа негізінде басы дұрыс қой, иә? Иә, used to-ға. Так, мен айтамын, Сарвинос сіз плюс дайындайсыз. Амина минус. Айым тоже плюс. Томи сұрақ. Айжан сұрақ. Дайындайсыздар. Interrogative, окей? Used to-ға. Сөйлем дайындайсыздар. Өздеріңіз ойдан. Апа мен басынан құрастырсам бола ма? Иә? Айта берсе бола ма? Дайын. Айжан. Давай, Айжан. Сұрақ болды ғой. Did you use to sing the song in your free time in the past? Окей. Все? Все? Плюс. Сіз қазір, так, неге дайындап отырасыз айтайын ба? Нұсқалардағы сұраққа дайындап отырыңыз. Мен айтсам бола ма, апай? Иә, болады. I used to play volleyball and now I don't play volleyball. Yeah, I don't play anymore, типа. Ойнамаймын енді. Anymore. Окей. Все? Санди плюс. Сарвинос, Амина, Айым, Томи. Кім қайсыңыз дайынсыз айта беріңіз. Амина, окей. I didn't use it to like write essay, but now I like it. Все. Тоже нұсқаға дайындалып тұрыңыздар. Дальше. Айым, Томи, Сарвинос.
Апайка бір нәрсе жазамыз ба не? Ау? Бір нәрсе жазамыз ба қазір? Сұрақ берем, соларды жазасыздар. Немесе ойдан айта берсеңіз болады. То есть. Немесе қайталап отырсаңыз болады, дәптеріңізде бар болса. Еще айтып болады, сразу бастаймыз. Давайте, Томи, Сальвинос, Айм. Апай, Ага. did you used to eat ice cream, but now didn't eat бола ма? Now дегеніңіз де? But now I don't. Просто ана қалғаны басты сұрақ болады, қалғаны плюс бола салады. Affirmative бола салады. Окей? Окей. Қайта оқи салыңыз. Томи. Did you used to eat ice cream, but now I don't? Все. Томи. Қалай сонда сұрақты переводтасам? Типа сен бұрында айскрим жедің ба, бірақ қазір жемейсің. Жоқ, сұрақты күшті сұрақ, Айжан, бірақ былай жасап тұрмыз. Бұрында жедің ба, бірақ мен қазір жемеймін деген сияқты. Ответін сразу айтып жатыр ма? Нет. Басында өзі сұрақ қойып тұр. Өзіне и дальше идет, то есть плюс ретінде, просто affirmative ретінде. То есть қалған. Мен олай айтпадым. Қате болды ма менікі? Жоқ, қате емес. Сіздікі бастапқысына did you used to-ға қосаңыз да болады. То есть екеуін қосып айтсаңыз да болады, қоспай айтсаңыз да болады, Айжан. Все. Айм и Сальвинос күтіп жатыр сіздерді. Did you used to cook did you used to play basketball and Окей. Вот осыны сұрақ. И все. Дальше. Айм. Let's try. Давайте. Айтып көре салыңыз. Қате болса, ештеңе қылмайды. Бірге жөндейміз. with whom did he come yesterday? With whom? Немесе whom did you used to He come yesterday. with? Yesterday керек емес. Ол деп отырған сондай. Күнделікті қайталанып тұратын іс-әрекет бұрынғы. Yesterday де алып тастайсыз только. Whom did you used to come with? И все. Просто whom мен with былай. With деген соңында тұрады, whom деген басында. И yesterday алып тастайсыз. Сөйлеу дұрыс болады сізде. Түсіндіңіз ғой? Айм, окей, плюс қойдым сізге. Давайте. Енді сіздерге нұсқадан сұрақ. Ең бірінші Санди. A person with special knowledge is Так, профессионал, professional. ондай жоқ. Нұсқада. Қазір. Knowledge. Мына нұсқаны естеріңізде бар ма? Knowledge деген, так, знаниемен. Так, я помню, это ability болды, потом... Қайда? Не, екінші. Все. Так, эксперт. Спасибо, Окей. professional. Плюс, окей. Сарвинос сізге сұрақ. Бір. I did not innovation ба? Я. Сарвинос плюс. Дальше сұрақ. Үшінші. Амина. Үшінші сұрақ алыңыз. Көріп тұрсыз ба? Енді көрінді ма? Easy просто. Давайте. Дауысыз естілмейді, Амина. Сізде өшіріп қалады. It is book. Өтірік айтам, it is the book, and a book is interesting. Қайсысы сонда жауабы? Sorry. Жауабы A, B, C, D. E, либо. D болады. Окей. Бірінші рет просто айтады, екінші қайталап айтады, Так, келесі сұрақ.
I'm. Егер мынаны көрсеңіз, сіз білуіңіз керек. The first Сегізінші сұрақ па, 7 ма? 7. T болады ғой. Don't hurry. Қараңыз, present'та тұрады, и дальше will'да тұрады деп еще ана жерде көріп тұрсыз ба, иә? Енді қайсысы болады жауабы? Will деген нәрсе. Will деген қысқарып, Аха, T болады ғой. дұрыс, все окей. Дальше Томми. 8. A ма? Окей. Эй, дұрыс. Өйткені made деген исключениеге жатады, иә, бізге, то есть made'тан кейін, me'дан кейін, то есть do деген бірінші формада тұру керек бізде. Дальше 9. Айжан. There is much water in the bottle. Все окей. Так, тағы бір не керек па? Қалай? И либо осы балдарыңыз жетеді ма? То есть Осы балдар өзі жетіп апай, шаршап кетті. все окей, шаршап кеттіңіз ба? Все окей. Тогда қазір мен сіздерге жіберем. Окей? Барлық хотя тақырыптарды қамтыдық и нұсқаны да. Ертеңгі сабақ болады. Оған дейін дайын болыңыздар, окей? Сабақ болады Ертеңге ертең. тапсырма жоқ қой, Ертеңге жоқ. То есть Жоқ, хорошо. жоқ, тапсырма орындап болғандарға жоқ. Все? Все. Хорошо. Ал тапсырманы орындамағандар жібереді тапсырмаларын. Все. Давайте, сау болыңыздар. Goodbye. 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 Goodbye.